Хабарымызды жалғастырамыз. Лаңкестікке қарсы іс-қимылды қалай жетілдіру керек? Бұл туралы бүгін елордада Қазақстан Security Systems халықаралық конференциясында талқыланды. Жиынның өтуіне Қазақстанның терроризмге қарсы орталығы ұйытқы болды. Шараға қатысушылар экстремизмнен төнетін қауіп-қатерге қалай төтеп беруге болады деген сауалға жауап іздеді. Сонымен қатар арнайы ұйымдастырылған көрмеде қауіпсіздік саласындағы жоғары технологиялардың отандық және шетелдік өнімдері таныстырылды. Оның ішінде қорғаныш құралдары, бейнебақылау камералары, дабыл қағу жүйесі, биометриялық сәйкестендіру деректерін қашықтан анықтай алатын құрылғылар бар. Видеопотокта бет-бейнені танып, және оны базада іздеу жүйесін алып келіп отырмыз. Бүгінгі күнде ол басқа ақпараттық жүйелермен интеграцияланған. Соның ішінде елге танымал ол ашық базасы. Ол жерде біз камераға түскен адамның статусын анықтай аламыз, және соған байланысты зданияға кіруге рұқсат беріле ме, басқа да жағдайларға қарсы танулар жүргізе аламыз.